Hi everyone, how are you? Қалдарыңыз қалай? Ағылшын тілін қалай үйреніп жатсыздар? Өсу бар ма тілден? Осы төңірегінде жалпы сіздерге беретін кеңесім тіл үйренуде қалай үйренеміз, неден бастаймыз? Соның бәрі осы видеода осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Жалпы тіл үйренгенде нені ескеру қажет? Кез келген тілді үйренген кезде біз оның 4 дағдысын бірге дамытқанымыз абзал. Яғни 4 дағды дегеніміз не деп ойлап тұрған шығарсыз. Оны толық түсіндіріп өтемін қазір. Ол дегеніміз speaking, яғни айтылым. Және де writing. Writing дегеніміз ол жазылым. Listening, тыңдалым. Және де 4-ші. Осы кез келген тілде осы 4 дағдыны қоса дамытып отырған өте абзал. Себебі ол бірінсіз бірі тіл үйренуде бірінсіз бірін жеке алып қарастыруға келмейді. Және осы мен 4 дағдыға қоса vocabulary'ді қосар едім. Себебі vocabulary, яғни vocabulary дегеніміз ол сөздік қор деген сөз. Осы сөздік қорсыз осы 4 дағды да болмайды. Сондықтан әрдайым жаңа сөздерді үйреніп отырғаныңыз абзал. Менің каналымда жалпыда осы vocabulary'ға мен көп көңіл бөлгем. Алып қарасаңыздар, vocabulary тақырыбына видеолар өте көп. Неге? Себебі адам сөйлеп бастау үшін сөздік қор қажет ең бірінші. Сондықтан осы vocabulary тақырыбына баса назар аудардым. Және де әртүрлі тақырыпта видеолар түсірдім. Яғни мысалы жаңағы бөлмелер тақырыбын өзіңіздің үйіңіз туралы айтатын болса, сіз осы бөлмелердің атауларын барлығын білуіңіз қажет мысалға. Жаңағы living room, kitchen, осының барлығын бөлек видеолар бар. Яғни оларды плейлистке бөліп қойдым, яғни плейлисттің ішіне қарасаңыздар болады. Бөлек vocabulary деп тұр. Осы жерде vocabulary дегеніміз сөздік. Яғни осы сөздікке арналған тақырыптағы видеоларды бөлек папкаға жинап қойдым. Қарасаңыздар болады. Сол сияқты speaking, pronunciation деп бөліп қойдым. Жаңағы ол айтылым, pronunciation деген сөзді дұрыс айту. Жаңағы ағылшын тілінде 26 әріп болғанмен дыбыстардың саны 44. Осыған орай әр әріп әр жерде әр түрлі оқылады. Сөздің басында, және ортасында кейбір ережеге бағынбайтын исключениялар бар. Сол сөздерге pronunciation деп бөлек тақырып, яғни плейлист қойып, сол жерге сондай видеоларды сақтап қойдым. Онда қарасаңыздар болады. Жаңегіде listening деген, яғни тыңдалым тақырыбына да біраз видеолар бар. Тыңдап оқып, қоса оқитын readingға да бар. Яғни тексттерді не үшін мен қойдым? Себебі бұл жаңегі біздің listening, reading дағдыларымызды дамыту үшін. Сондықтан тіл үйренуге ниетіңіз болса, жақсы толыққанды үйренем десеңіздер, осы барлық видеоларды қарап шығуға кеңес беремін. Әр видеодан сіз кем дегенде өзіңізге бір сөз болсын үйреніп, өзіңізге болашағыңызға білім аласыз. Балаңыздың бос уақытын тиімді пайдалануға көңіл бөліп, осы жаңағы телефонда отыратын уақытын білім беретін контенттерге арнасаңыздар өте тиімді болады. Осы каналға тіркеп қойсаңыздар, оны күніге бір видео ғана қараса да жеткілікті. Мысалға, баланы көп шаршатпау үшін каналға тіркеп, осы бір видеоны бүгін қара деп, келесі күні келесі видеоны қарап отырса, тілді біртіндеп үйренеді. Және де бала қазіргі заманда осы барлығы цифрлы болғандықтан, осы видео арқылы олар тез үйреніп алады. Тыңдап, көріп, қайталап отырып. Сонда бұл жерде адамның бірнеше дағдысы бірге жұмыс жасап жатады. Ол тыңдап отырады, көріп отырады.
және де қоса қайталау керек болса, қайтала деген жерлер қайталап отырса, бала тез меңгереді. Жалпы тіл үйренуде 4 дағдыны бір-бірінен жеке алып қарауға келмейді. Осының ішінде 2 дағды, мысалы, кейіннен пайда болады. Мысалы, біз тыңдау арқылы, біз тыңдауымызды дамытып, көп тыңдасақ, сол арқылы біз жақсырақ сөйлейміз. Себебі, мысалы, бала да тілді тыңдау арқылы үйренеді ғой, кішкентай кезінде. Сол сияқты осы ағылшын тілінде кез келген тіл болсын, көп тыңдасақ мәліметті, соғұрлым бала сөйлеуге жаңағы жағдайы қалыптасады. Ал жаңағы жазылым дағдысы көп оқығаннан қалыптасады деп айтқым келеді. Жаңағы айттым ғой, бірінші біз тыңдалым арқылы, яғни сөйлеуді дамытамыз. Тыңдалым жаңағы listening дедік, сөйлеу speaking, осыны дамытамыз. Жаңағы жазылымды бөлек алып қарастырады. Жазылым қай дағды арқылы дамиды? Ол әрине reading, оқылым дағдысы арқылы дамиды. Сіздерге жалпы беретін кеңесім, осы 4 дағдыны қоса қалыптастыру керек балада. Оны үнемі тек қана мысалы көріп қана қоймай, мысалы көргеніңді видеоны қарап отырса да, мысалы апта күндері видеосы өтіп жатыр делік, осы видеоны тоқтатып паузаға қойып, жаңағы апта күндерін аты болып жатса, сол апта күндерін жазып алса, бұл жерде баланың жазылу дағдысы қалыптасады. Ол жазылғанда одан кейін оқыса, оқылым дағдысы қалыптасады. Осы бір видеоны көріп отырып, бала жаңа тыңдап отырады ғой, ол бөлек қалыптасып жатыр. Осы 4 дағдыны қалыптастыруға болады. Тек құр көріп қана қоймай, көргенін жаңа vocabulary дедік қой, сөздіктерді ішінен теріп жазып отырса, жаңа баланың есте сақтауына да өте пайдалы. Тек көріп, тыңдап, қайталап қана қоймай, жазып, оқып, бұл жерде 4 дағдыны бірде дамытамыз. Өздеріңіздің жалпы пікірлеріңізді комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Және де алдағы уақытта мысалы қандай видеолар күтесіздер, қандай мысалы тіл үйренуде бір қиындықтарыңыз болып жатыр, соны бәрін жазсаңыздар болады. Сіздердің комментарийларыңызға міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де видео ұнаған болса, лайк басып, мені қолдап, тіркеліп алсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Тіркеліп, осы әрдайым видеоларын қарап отыратын оқырмандарыма көп алғысым шексіз. Рахмет сіздерге. Келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Наурызды ағылшынша Happy Наурыз, яғни Наурыз мерекесі құтты болсын. Happy Наурыз деп құттықтасаңыздар болады бір-біріңізді. Мерекелер тақырыбында бұл туралы айтып өткенмін. Тағы да айтуды жөн көріп отырмын, себебі бұл өте маңызды мереке. Яғни біздің қазағымыздың жаңа жылы. Тағы да барлықтарыңызды жаңа жылмен құттықтаймын. Happy Наурыз. Goodbye.